Мен бүгін сіздерге Canva-мен қалай шақыру билетін жасауды үйретемін. Бірінші поискқа кіріп, керек немізді жазып аламыз. Мысалы, приглашение на свадьбу. Керек шаблонды таңдаймыз мына жерден. Так. Қай шаблон? Мысалы, мына шаблонды алайық. Мен Canva-мен жазбаймын, өйткені Canva-да қазақша шрифттер қабылдамайды. Сондықтан бұл жазудың бәрін өшіріп, мен пискарттан жазамын. Вот, енді сохранить етіп аламыз. Скачать. Енді пискартқа кіреміз. Так, таңдаймыз өзімізге керекті. Енді жазамыз бірінші, мысалы, тойға шақыру. Шрифті өзгертеміз, қалаған шрифтіме қоямыз өзіміздің. Сөйтіп, мына жаққа қояйын. Так, светін қандай қылсақ екен? Мысалы, бистек, да? Әдем болмай ма? Тойға шақыру. Жанболат и Айгүлдік. Айгүл. Так, шрифт өзгертеміз. И светін өзгертеміз. Вот так. Осын копировать етіп алып, қайта-қайта істей бермей. Так, құрметті қонақтар. Сіздерді ұлымыз Жанболатпен келініміз Айгүлдің үйлену тойының қадірлі қонағы болуға шақырамыз. Дейміз да басамыз, сосын кішкене бүйтіп өзгертеміз. Жанболатпен Айгүл и той болады. Қаңтар. Ой, кешіресіңдер достар. Бүйтіп алайық. Лучше осылай дұрыс сияқты. Қаңтар дейік. Қаңтардың мысалы отыз бірі дейік. 31-і. Орта қоямыз и басталуы 17:00. Аламыз да қоямыз и 2024 жыл. Так, жазып алдық.
Енді мекен жайын жазайық. Астана қаласы. Ақтілек мейрамханасы. Той иелері. Қайрат Гүлбану. Міне достар, көріп отқандарыңыздай біздің шақыру хатымыз дайын. Енді бұны сәндеу үшін смотреть gallery. Бұяқтан мен өзіме пины бұны аламын да жаңағы тартып жасаған шақыру билетімді тауып алып кетемін. Кішкене осындай жасаймын. Достар, мені көріп отқандарыңыздай шақыру билеті дайын.